Баратан сәлем достар, бұл видеода мен сендерге торговый сессия жайлы айтқым келіп отыр. Негізінен келетін болсақ, ол жер шарын көздерін елестетіңдерші. Бізде Қазақстанда мысалы үшін қазір сағат таңғы 8 болса, Америкада ол уже түн деген сөз. То есть Азиядан біз Европа өтеміз, Европадан Америка жаққа. То есть белгілі бір уақытта әртүрлі мемлекеттің банктерінің нарықтарының ашылатын уақыты болады. Соған орай трейдинг саласында сделканы ашатын уақыттары бар және жабатын уақыттары бар. Сол жайлы бүгін мен сіздерге керемет білім бергім келіп отыр. Енді бастамас бұрын айта кететін бір маңызды ақпарат бар. Жалпы бізде қазіргі таңда Zoom разбор консультациясы жүріп жатыр. Яғни сіздер тікелей менімен Zoom-ға кездесіп, сұрақтарыңызды қойып, бірге біз сізбен анализ жасай аламыз, торговля жасай аламыз, және проб компания арқылы $5,000, $10,000 инвестиция шығарып, трейдинг саласын салымсыз басқа кетудің амалдарын мен сіздерге көрсете аламын. Қызық па? Бірден бұл саланы түсініп, тікелей маған сұрақтар қойып, айына 500 мың теңге тіпті 1 миллион теңгеге шығудың нақты қадамдарын белгілерін келсе, барлығы абсолютно тегін. Ол үшін осы видеоның астындағы сілтеме арқылы өтіп форманы толтырсаңыздар, мен араларыңызды таңдап 5-10 адамды жинаймын да өстіп Zoom сабақ өткіземін. Барлығы тегін, так что дәл қазір өтіп тіркеле беріңіздер. Так, енді достар, TradingView-ға кіргеннен кейін сендерді мышканың астыңғы жаққа уақытқа апарсаңдар, потом барып мышканың оң жақ шетін басқан жағдайда Time Zone деген шығады. Time Zone деген жерге міндетті түрде Астананың уақытын қойып қойыңдар. Осылай іздей отырып біз қазір табамыз оны. Қайда? UTS плюс 5 Астана таңдадық, енді бізде Астананың уақыты тұр. Дальше не істейміз? Дальше сендерге индикатор деген жерге өту керек болады. Вот қазір индикатор деген жерге өтеміз и жазасыздар. Дәл осының мен индикаторымда Forex Sessions by Cryptofor. Осының таңдағаннан кейін сендерде менің сияқты индикатор ашылады. Бұл бізде Азия уақыты, ортасында қызылы, ол бізде Франкфурт, және бар бізде Лондон, одан кейін бізде бар Нью-Йорк. Осы 4 сессияны қолдана отырып, біз сіздермен керемет табысқа шығатын мүмкіндігіміз бар. Как обычно происходит? Допустим, бізде Азияда боковик болады. Көп жағдайда Азияда боковик неге? Өйткені білесіңдер ғой, Азия тыныш екен. Потом барып бізде Франкфурт немесе Лондон ашылған кезде міндетті түрде манипуляция болу керек, ликвидностьтар шешетін. Потом основной қозғалыс егерде бізде разворот болса, то Лондонда немесе Нью-Йоркта біз сендермен сделкаға төмен кіреміз деген сияқты. То есть нужно бұл жерде логиканы түсіну керек, нақты әрекеттері жоқ. Енді индикаторды қосқаннан кейін өтеміз настройкасына. Төменгі жаққа түсетін болсаңдар, сендерде мында басталады. Лондон сессиясы қай уақыттан қай уақытқа дейін мен сендерге скриншотын шығарам. 12:00-ден кеш сағат 8-ге дейін бізде Лондон, Қазақстан уақытымен, Азия бізде 4-тен 12-ге дейін, Франкфурт бізде 11-ден 12-ге дейін бірақ анық сағат, және Нью-Йорк бізде кешкі сағат 5-тен түнгі сағат 1-ге дейін. Енді көп жағдайда я советую торговать именно Лондонда, потому что маған самый близкий осы. Но прям қарқынды қозғалыстар керек болса, достар, конечно, ол сағат 5-тен кейін Нью-Йорк сессиясында. Біз обычно биномада именно осы Нью-Йоркты торговать етеміз, чтобы керемет импульстарды ұстап алу үшін. Окей, осы 4 индикаторы қосқаннан кейін сендерге Азия просто понимание үшін керек. Азияда мүлден саудаға кірмей қойсыңдар болады. Давайте на примере. Бізде сіздермен байқап тұрғандарындай өте керемет бір импульс пайда болды, және оның коррекциясы жүрді. То есть наның барлығы бізде әшейін коррекция. Коррекция болған соң бізге сделканы жоғары деп ашатын точканы табу керек болады. Енді қараңдаршы, не байқап тұрсыңдар? Азия бізде төмен құлады. Потом бізде Франкфурт ашылған кезде ол уже тоқтай бастады. И Лондон басталған кезде бізде разворот. То есть көріп тұрғандарына мында даже голова и плечи да төңкерілген шығып тұр. Разворотный тенденция коррекцияның аяқталғанын білдіреді. Конечно, біз сендермен Лондонда бұл жерде сделкаға жоғары кірген жақсы болады. Мысал үшін біз Лондонда сделканы жоғары кіретін болсақ, стоп-лосты Франкфурттың артына, тейк профитті желательно Азияға дейін. Но один қадамы шығады, енді бұл бізде скальпинг. Но если 3 қадамы керек болатын болса, онда предыдущий Нью-Йорктың максимумның апарсындары болады. Сол кезде, в принципе, бізде даже 2 қадамы шығады. Можно рискнуть и стоп-лосты тағы да көтеріп қоюға, чтобы было у нас 3 қадамы. В принципе, осындай позициямен біз сделкаға кіретін болсақ, қазір байқайық не болатын, ну, в принципе, да, отлично растет. То есть бұл жерде сендерге логиканы түсіну керек. Азияда не болды, Нью-Йоркта не болды, Лондонда не болды. Соған қарай отырып, ликвидностьтан ликвидностьқа жылжисыңдар. Айтып тұрмын ғой, бұл салада желательно сендерге опыт керек.
опытты қайдан аламыз? Как раз таки біздің Zoom разборға қатысып алсаңдар болады. Оның сілтемесі осы видеоның астында напоминаю. Енді негізіне келетін болсақ, достар, біз жалпы сигнал берген кезде клан каналында осындай торговый сессияны тоже қолданамыз. Қазір бізде кеш сағат 5-те Нью-Йорк басталды. Ол жерде біз сендермен не күтеміз? Біріншіден, біз сендермен байқап тұрмыз, то, что Азияның да максимум полностью кесіліп кетті, және бұл бізде келесі импульстың максимумдық сияқты көрінеді. Новый импульсқа біз сендермен Фибоначчи сызып, по сути говоря, Лондонның переманипуляциясын күткен жақсы, то есть натурған ликвидность шешілген кезде Нью-Йоркта бізге лучше сделканы жоғары ашқан әлде қайда дұрыс болатын сияқты. Поэтому USD швейцарский франк будем ожидать. Алтында Нью-Йорк көріп тұрғандағындай өте керемет төменге кетіп жатыр. Скорее всего, осы Азияның минимум кесу мақсатында шығар. Оны бізге байқау керек. Желательно торговая сессияны сендер көбінесе 5 минут таймфреймді жұмыс жасайсыңдар. Биномаға бұл өте керемет стратегия, но 4 сағат таймфреймді не болашқан қарап қойдар. 4 сағат таймфреймді бізде имбаланс немесе ордер блок болатын болса, соның бойынан обычно Лондонда именно өте керемет реакция кетеді. Имейте в виду. Сол, барлықтарыңа рахмет, каналға лайк, подписка, колокольчик қойып қойыңдар. Алдағы уақытта мен более детальный видео түсіретін болам. Алдымен маған важно түсіну керек. Бұл сендерге өтті ме, өткен жоқ па? Өтсе, онда одан әрі күштілік қылып түсіреміз. Сау болыңдар.